Баршаңызға сәлем. Цикорий деген не? Цикорийдің қандай пайдасы мен зияны бар? Осы жайлы видеоны соңына дейін көріп, толық ақпарат алыңыз. Достар, алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз деген келеді, себебі алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін. Көптеген адамдар дәмі кофе сияқты дәмді сусындар пайдаланады. Сонымен әуесқойлар әрине пайдалы цикорийдің организм үшін еритін екенін білгісі келеді. Еріткіш қоспасы гипертония мен асқазан ауруларынан зардап шеккендерге үлкен көмек болып табылады. Бірақ таңертең шынайы кофенің жоқтығын пайдаланбайды. Осы диагнозға ұшыраған науқастар кофеин қабылдауға және балқарағай ретінде цикорларды таңдауға шешім қабылдайды. Ежелгі күндерде цикорий тамырларының 20% кофе дәндерімен араласып, кофе қайнатқышта пісірілген. Мұндай рецепт бір сусыннан екіншісіне бірте-бірте өтуге көмектеседі. Цикорийдің еритін қасиеттерін қарастыру үшін ол жасалған шикізатпен танысу жақсы болар еді. Қалың, кәдімгі ашыл көк гүлдермен көп жылдық биік өсімдік. Бұл жапырақтарға бай емес, бірақ гүлдену өте мол және керемет бал өсімдігі болып саналады. Ең үлкен қызығушылық тамыр. Пішінде бұл шпинделге ұқсайды. Ол құнды сусын алынады. Үлкен және етеккіш болып табылады. Бағалы шөп барлық жерде өседі. Ол шөл далада және жолда болады. Сондай-ақ осы зауыттың тамырларын алу үшін кеніштерде жапырақтарды жаппай өсіру жүргізілді. Цикорий түбірінің пайдалы қасиеттері. Ерітілген цикорийден пайдалы, сондықтан ол алынған өсімдік тамырларындағы маңызды биологиялық заттар болып табылады. Оларға Р, В2, А, С дәрумендері, сондай-ақ марганец, фосфор, калий, натрий және темір сияқты пайдалы элементтер жатады. Қышқыл түбірі құрамында холин, пектин, лактуцин, қант, ингибин, органикалық қышқылдар, ақуыз қосындылары, аскорбин қышқылы және таниндар бар. Зауыттың кіші бөлігі сүтті сұйықпен байытылған және ащы дәмі бар. Осылайша ұқсас дәмі ұнтақ хош иістен еритін болады. Оның өнімі ауру адамдар үшін пайдалы ма? Ежелден бері тамыр тәбетті арттырып, ас қорытуды жақсартады. Халықтық медицинада бауырдың, асқазанның, ішек пен суықтың ауруларындағы метаболизмді қалыпқа келтіру үшін қолданады. Қышқыл түбірі қабынуға қарсы, бактерияға қарсы және аздап лактионды әсерге ие. Кейбір зерттеулер өсімдіктің төменгі бөлігінде седативті және тұтқыр әсер етуі мүмкін екенін көрсетті. Цикорийдің тамырларында инулин болуы өте маңызды. Бұл зат шөптің қай жерінде өсетініне қарай 60-тан 80%-ға дейін бар. Атап айтқанда, осы элементтің арқасында цикорий медицинада қолдануды тапты. Цикорий организмінің пайдалы қасиеттері өсімдіктің тамырында болатын құрамда сол композицияда еритінін білу керек. Ол үшін қоспаны алу үдерісін қарастыру қажет. Цикорийдің қалай еритінін алу. Ситику ұнтағы тамырларды ұнтақтау және кептіру арқылы алынады. Ол пайдалы қасиеттері бар және медициналық мақсатта көп қолданылады. Цикорийдің ергіштігін дайындау технологиясы бірнеше кезеңнен тұрады. Зауыттың түбір қоспасы жоғары температураға ұшырайды. Сусынның зияны мен артықшылықтары оның өңделгеніне байланысты болады. Сублимацияланған цикорий жаңа әдіспен дайындалады. Ол қалыңдататын және бүркуді кептіру арқылы экстракция арқылы алынады. Осылайша үйде ұнтақ массасын жасай аласыз. Кесілген және тостаған түбірі кофе машинасынан өтеді. Көптеген өндірушілер цикорийге ұнтақталған және қуырылған астық дәндерін қосады. Ұнтақ массасының сапасын анықтау үшін эксперимент жүргізуге болады. Суды 2 стақанға құйыңыз. Бірінде дәндерді қосып, басқа қоспаға табиғи қыша қасық құйыңыз. Олардың әрқайсысында бірнеше тамшы йод қосылады. Табиғи цикорий бар стаканда йод боялған емес.
дәнді қоспалар бар жерде көк күлгін түске ие болады. Цикорийдің тағы бір пайдалы қасиеттері: цикорий ағзадағы метаболизмді қалыпқа келтіреді. Ағзаның барлық токсиндерін алып тастай алады. Цикорий бүйректі тазартады, қант диабеті бар науқастардың жағдайын жақсартуға көмектеседі. Бұдан басқа, ол қан құрамын жақсарту үшін қолданылады. Цикорий аппетитті ынталандырады, ішектің белсенділігін жақсартады, сондай-ақ жануар үшін тамаша құрал болып табылады. Цикорийдің дененің жалпы тонусын жоғарылату қабілетіне байланысты кофе дәндерінің орнына қолданылады. Қышқыл сусын қан тамырларын тазартады және шаршау мен шаршауды босатады. Цикорий қабынуға қарсы және антибактериалды қасиеттерге ие, суыққа және басқа ауруларға қарсы препарат ретінде қолданылады. Цикорийдің калориялығы өте төмен, сондықтан диетаны ұстанатындар оны түнеуден 1 сағат бұрын ішуге болады. Бұл өнім аппетитті азайтады, азық-түлікті сәтті сіңіреді. Зиянды және қарама-қайшылықтар. Артықшылықтарға қарамастан, цикорийді шамадан тыс қолдану артық тәбетті тудыруы мүмкін, семіздікке әкелуі де мүмкін. 3 жасқа толмаған балаларда цикорий бар сусындарға қарсы олардың жүйке жүйесі толығымен қалыптаспаған. Цикорийдің шамадан тыс тұтынылуы С витаминінің гипервитаминозына себеп болуы мүмкін. Егер сіз аскорбин қышқылына аллергия болса, оны қабылдаудан бас тартуға болады. Бронхиалды демікпе мен бронхит кезінде кейбір жағдайларда цикорийдан алынған сусындар аурудың өршуіне әкелуі мүмкін. Гастриттің кейбір сорттарында цикорийді пайдалану керісінше емес және зиянды болуы мүмкін. Көп мөлшерде ұзақ бойы пайдалану ұйқысыздыққа, өт көпіршік ауруларының, асқазанның артриттің туындауына, бүйрек тастарының пайда болуына себеп болады. Цикорийдің тұтыну нормалары. Бұл ұсыныстар шартты болып табылады. Күн ішінде әдетте жақсы тамақтанғаннан кейін біраз уақыттан кейін 3-4 стакан ішеді. Бір шынаяққа қосылуы керек өнімнің мөлшері сіз бумаға қарауыңыз керек. Қорытындылай келе, сұйық цикорий мен ұнтақ аналогы дене үшін өте пайдалы екендігі туралы ғылыми дәлел бар. Бұл артықшылықтың негізі оның ішіндегі инулиннің болуы, ол талшықтың керемет көзі болып табылады. Кейбір жағдайларда дәстүрлі медицина асқазанның жағдайын жақсарту үшін әртүрлі детокстерді дайындауға осы шөптің түп тамырын пайдаланады. Көптеген жағдайларда гастрит пен цикорий тек қана пайдалы емес, тіпті пайдалы, алайда асқазанға қатысты проблемалар туындаған жағдайда оны тұтынудан бұрын мамандармен кеңесу қажет. Бүгін біз сіздермен ерітілген цикорийдің пайдасы мен зияны туралы әңгімелестік. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз.